Бүгін Қарасай клиникалық аудандық ауруханасына Польша елінен аритмолог және электрофизиолог дәрігер Яцек Гаек келіп, біздің аудандық дәрігерлермен тәжірибе алмасу мақсатында мастер-класс өткізді. Добро пожаловать, профессор. И сегодняшняя лекция посвящена данному мастер-классу. Давайте послушаем. Мастер-класстың басты мақсаты, яғни осы Қарасай халқының жүрекпен ауыратын науқастарына қолжетімді көмекті көрсету. Біз осыған дейін кардиостимуляторды орнатқан кезде дәстүрлі жолын ұстанып келгенбіз, яғни стимуляция жасаған кезде электродты оң қарыншаға орнататынбыз. Ал қазіргі кезде бұл шетелден келген маманымыздың айтуы бойынша, бұлардың ұсыныстары бойынша, яғни жүректің өткізгіш жолдарын стимуляциялау керек дейді. Яғни гис шоғырының сол аяқшасын тікелей стимуляциялау арқылы жүректің ырғағын қалпына келтіруді ұсынып отыр. Бүгінгі мастер-класстың да болу басты мақсаты осы. Екінші, үшінші дәрежесінің өтпелі кезеңімен түскен науқастарды дайындадық. Осы үш науқасқа бүгін біз гис шоғырының сол аяқшасын стимуляциялау әдісін қолданамыз. Яғни бұл әдістің ерекшелігі кардиостимуляторды орнату барысында жүректің анатомиясын дұрыс стимуляциялау, яғни одан ары жүректің созылмалы шамасыздығына алып келмеу, соның алдын алу үшін жасалып жатқан әрекет бұл. I will put it this way. Good morning to everyone. I'm very glad to be. Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар? Мен тағы да осы мастер-класста аудан дәрігерлеріне өз тәжірибеммен бөліскеніме қуаныштымын. Бүгінгі күнге дейін мен Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде Атырау, Ақтау, Ақтөбе қаласында және де ең бастысы Алматыда болдым. Осы өткен мастер-класстардың барлығында біз жүрек өткізгіш жүйесіне арналған электрокардиостимуляторды енгіздік. Also in the very